Hoşuma kalay. İyilip senin salgaysın, akbakasın dersegir, olsadan gelgen bak deydi. Aynalayın Kerimcan senin diyende salamız. Şapalar karım var, aynalayın Kerimcan, Kerimcandayım akam var, Kerimcan. Ahlarım dilini çırmayı çarkıradım, şiverşim, yıkım taslarım, kimişim sana zaten. Maldaların şaşılımı deneyimi de, kılın ağa zengin kalay şaşılsa da çarasadı. Екі ай болып тойға дайындалғанға мен немеремін. Енді соның тойы болады. Кімнің Нұрсұлтан туған нағашы. Şunu koyunuz önüne, kolda koyunuz dostlar. Беташарға шығып жатырмыз. Той, беташар, кеші келін сүрді, бажамыз. Бізде қонақта, Шымкент қаласында, Шырайлы Шымкентте жүрміз. Үлкен қонақтар отыр артымызда. Ержан, Айнұр, Нұрсұлтан баламыз бақытты болсын, мөлдір екеуі. Кеше келін келді, енді беташарға бара жатырмыз. Ақтаудан келдік арнайы. Тәжібек бізді алып жүр. Тойға атсалысып жатырмыз барлығымыз. Жеңгелерің құтты болсын. Бөлелеріңіздің. Ассалаумалейкум. Assalamualaikum, ardaқты ағайын, құрметті көпшілік, игі жақсылар, аса қадірменді қонақтар, келген қадамдарыңыз оңынан, қуаныштарыңыз молынан болсын деп тілейміз. Екі жақты бір бүтін, ерлі сайып бір түтін дейді. Бүгін енді Досановтар әулетінде жан басына жан қосылған әдемі тойдың төрінде жиылып отырған жағдайымыз бар. Ардақты жақсы келсе жастық болып жайылатын Жаралбайды еліне тағы да бір керміралдай келін келіп, Досановтар әулеті әуелеген әнмен, көмбірлеген күйге бөленіп отырған жағдай бар. Өзіңде той көріп десең өзгенің қуанышын қызғанба дейді. Ендеше Досановтар әулетіндегі болып жатқан беташар той құтты болсын деп бір қол соғып қойсаңыздар. Қош көріңіздер. Айттық қой, бүгінгі той, бүгінгі қуаныш, бүгінгі келін осы Қыздаргүл апамыздікі деп ағайын. Орта Азияның ғұлама ғалымы Омар Хайям бабамыздың керемет теңеуі бар. Әлемнің барлық қуанышын құшағыма сыйдырсам да, анамның езу тартып бір күлгеніне татымас дейді. Тойдың бастамасы Ержан балам, Айнұр келінім, мынау екі жастың қуанышына жүгіріп жүрсіңдер. Құда қаласа тойың той оласа берсін. Жаным апырған салтан құламаған еліміз ғой. Біз қазақ келін қалаға көнеден жаңаға ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келетін үлкен дәстүрлі той. Құдалар, жекжаттар, бауырлар, міне бүгін Мырзалы көкемнің әулетінде үлкен той. Бес тойға керек тойларға. Жақсылықтарға. Рахмет. Бақыт бар көрінбейді нарақтанда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға, қалдырма түбірақты жолда жалғыз, барыңды бағалада көр. Көп рахмет, келесі тыңдайтын жеріміз. Осындағы құрметті қонақтардың құрметіне жолыққан қандай жақсы қабыл. Жарқырап күліп
uzatып келін алу тойы баршаңызға жұғысты болсын деп тілейміз ағайындар. Біздің үйі берекесі деген бүгін енді берекелі шаңырақта әдемі дәстүрлі тойдың төріндеміз, қымбатты ағайын. Қазақтың мақтанышы Әбіш Кекілбаев атамыздың әдемі сөзінде келеді: қуана білмегенге құт қонбайды, бағалай білмегенге бақ қонбайды деген. Осы қуанышқа қуанып, басқа түскен бақты бағалап келіп отырған барша келген қонақтарға Ержан ағам мен Айнұр әпкемнің атынан үлкен бір рахмет айтқымыз келеді. Апам айтқан екен: балам, сөйлесең сөйлей бер, бәрібір сені ешкім тыңдап отқан да жоқ қой деп. Енді қымбатты ағайын, біз де енді созбай әдемі тілекпен çalайық деп жатырмыз. Енді қымбатты ағайын, осымен әрдайым үлкен тойға барғанда апаларымды көргенде, аталарымды көргенде қуанып қалам. Неге? Үлкендер жүрген жерде береке болады. Үлкендер жүрген жерде той болады, бата болады. Шымкенттен Алматыға жүріп баратқан пойыз екен де, Шымкенттен біраз шыққаннан кейін қалалық атамыз, қалалық апамыздың жағдайын көріп барады дейді. Шөлдедім десе атам жүгіріп барып апама шай әкеліп береді, жаурадым десе үстін қымтап жауып береді, анда-санда кемпіріне массажса көңілін тауып береді дейді. Оны ауылдық жерден келген атам мен апам көріп әбден қанып тұрған ғой. Әсіресе апам қызығып тұр дейді, не деген шал мынау деп. Біраз жүргеннен кейін қалалық шал мен кемпір болғаннан кейін ауылдан келген апам өзінің шалына айтады, бұрсат дейді ғой: шалау көрдің ба? Қалалық шалдың қалалық кемпірге қандай сыйлап жағдайын жасап жатыр десе, шөлдедім десе жүгіріп барып шайын әкеліп берді, жаурадым десе үстін қымтап жауып берді, анда-санда кемпіріне массаж жасап көңілін тауып берді. Ауылда сендер бізді бүйтіп сыйламайсыңдар, ауылда біздің қадірімізге жетпейсіңдер деп апам өзінің шағын айқайлап ұрысып жатса, атам айтады дейді: кемпір жай сөйле, мүмкін ол өзінің кемпірі емес шығар деп айтады дейді. Сол секілді Құдай қаласа біздің Нұрсұлтан мен Мөлдір әдемі қартайып, ұрпақ сүйіп, ұрпақтан немере сүйіп, осы үлкендердің ақ батасын алып, Нұрсұлтан мен Мөлдірдің жұлдыздары тек биіктен жана берсін деп тілейміз ағайын. Той құтты болсындар да. Айнұрдың әпкесі Айнұр жеңгемнің Ереке, ризамын. Әдем билеп келіп отыр да. Мен де осындай әпкелерді көргенде бір өмір сүргім келіп кетеді негізі. Сондықтан жасай беріңіз. Сіз де келін алып қыз жатырсыз. Апа, әдем ниет өзіңізде. Өзі тойдың жақсы өтуі тамадыға байланысты. Кеше Құдан ауылында той болғанда бір әдем бала орыс деп сондай жақсы көрдім. Ол да тойды жақсы басқарды, Құда тойды. Айналайын тамады, саған көп рахмет. Бұдан кейін Беташарға шақырып тұрамыз енді. Айнұр, Ержан, айналайын. Қуаныштарың құтты болсын. Қуаныштарың қуанышқа жалғассын. Мөлдір мен Нұрсұлтан екеуі бақытты болсын. Махаббаттары берік болсын. Келіп тұрмыз алыстан үн қатқалы. Жасай берсін деп қояды төлеген бабамыздың ұрпақтары. Той құтты болсын тағы да. Үйде үлкен той болып жатыр. Анасы бар адамдар еш уақытта қартаймайды деген мінекей Құдай қаласа екеуінде ананың жақсы сөздер, жақсы тілектер айтып жатыр. Құдай қаласа сол жұғысты болсын, бәрі бас құтқандарына. Мынау Жағылбайлы елі деген үлкен кеше ана жерде айтты, олар жағында келіп онда деп айтып жатыр жағдайда бұлақтар онда деп. Сол кезде бұл сәтте кішігізде төлеген ұрпақтары болды. Мінекей Құдай қаласа мінекей сондай жағдайда алдай жалғаса берсін, елдері сау болсын. Еш уақытта жаманшылық көрмесін. Жаңағыдай айтып Құдай қаласа ендігі жылдары осылай жағдайда немере шөберенің қызығын көре берейік. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгінгі қуанышқа жиналып жатқан Айнұрдың коллективі келіп жатыр, туысқандар келіп жатыр, достар. Тек жақсылықта, тойда бас қосады. Жерде жағдай бұнауыз. Осы әніміз Нұрсұлтанның қос әжесінің құрметіне орындалған болатын ағайын. Беташар рәсімін бастайтында кез келген сыңайлы. Ендеше алтын келініміз Мөлдір қос абысынымен келеді, Жанар қыздың әдемі әнімен. Қарсы алыңыздар қымбатты ағайын. Hoşuma kalay.
болсын дейміз, жағалбай дейді. Келіп құтты болсын тағы да. Енді ағайын біз беташар рәсімімізді бастау. Қиқуға ерген қызына қаңқуға ерген бұзылады дейді. Қиқулап тұрсаңыздар шабыттың шыңында шақтайтын боламыз ағайын. Келіп ағайын! Нұрлан көке рахмет. Өзі беташарға келген арасында деп айқайлап тұру керек ағайын. Беташар болса 5-6 адам келген бе деп қалдым көке. Соқтың арасында тағы бір деп қойыңыздар. Тағы бір көрейікші ағайын. Чағалмайғылар! Ау санамызға жақсы сөз құйылыпты. Бұл тойға тектілерім жиылыпты. Жаңа түскен мөлдірдей жас келіннің бетін ашу бүгін бізге бұйырыпты. Ағайын құлақ түргін жырларыма Құдайым қуат берсін Нұр Сұлтандай ұлдарына. Екі жас бірін тапқан екен, ол ұстасып шықсын шаушымдарына. Мен өзі дән риза болып тұрмын Нұрлан көкемдердің айқайлап пай-пайлап тұрғанына. Ерекеңнің ағыметін ақтап жүрген шапалақтап қойыңдар Нұр Сұлтандай ұлдарына бай. Тілекпен келдіңіздер балдарға да. Бұл беташар атадан қалған дәстүр айтыңдаршы сөзінде çalған бар ма? Қуанышпен таңдарыңыз атқан шығар, жүректерің туысқан деп соққан шығар. Осындағы ағайынның барлығы да біздерге тілеулес болып отқан шығар. Нұр Сұлтандай тарымды жігіттерің өмірдегі сыңарын тапқан шығар. Нұр Сұлтанға жар болған мөлдірдің де басындағы бағы да батпан шығар. Нұр Сұлтан бүгін үйленіп жатыр деп ай, талай қыздар бетін тырнап жатқан шығар ай. Тәлімің аман болсын, боқтайбасың, ешқашан көрінбесін, шоқтайдасың. Той төрінде жаңылысқан апама да шапалақ ұрғандардан бақтаймасың. Әліміз жақсылыққа жарсын дейміз, қошеметпен қолдарыңыз талсын дейміз. Шапалақ ұрып отқан жеңгелерім ай сайын төркініне барсын дейміз. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелерім ағалардан бір шапалақ алсын дейміз. Шапалақ ұрмай отқан апалардың шалдары бір тоқал алсын дейміз ай. Айналайын жас келін, мұсылман болған қалықпыз әлім сақтан жаралып. Қазақ дейтоғын еледік бойында болған даналық. Келін келді деп айтпасам, ой салып жұртқа қайтпасам. Бабалардың өсиеті қалғандай болар жоғалып. Айналайын жас келін, кеш жатып ерте тұрғайсың, отырып алма таранып. Ей Нұр Сұлтанды тергеме, қалмасын үйді қамалып. Ұяда нені көрсеңіз ұшқанға соны ілесің, көрсетіп жүрме шалалып. Осылай өсиет айттым ғой, ақылым болсын ағалық. Бақытты ғұмыр кеше бер, қосағымен қоса ағалық ай. Мырзалыдай атамыз сағыныштан ән қыламыз. Ұрпақтар отыр осында алғыстарында аламыз. Мырзалыдай атаңа айналайын келінжан арнайы сәлем саламыз. Ей Бұғыбайдай нағашы атаңызды жырлайық. Бұғыбай атаң бар болса осында мүмкін жүрер ме? Жиен немерем екеу болды деп ақ батасында берер ме? Осы тойды да көрер ме? Қолына кеткен туалып, көмейге кеткен жыралып. Жалтар уақтарға қос сәлем ұрпақтар қалсын. Қуанып әрісімізді баға бар. Тойға келсе еғланнан жақсы сөз ағын судай ағылар. Осы әулетте той болса, ең бірінші жырымыз қыздар апамнан басталар. Күлген жүрі әрдайым чарық болған, басқан кезде қадамы анық болған. Қыздар күлдей апана қос сәлем сал, қадірі қан қызынан артық болған. Айналайын жақсылар, қыздар күлдей
Kerimcan, iyilir senin salayım. Әріптестер қайда екен, Айнұрдайын жеңгеннің коллективі қайда екен, бір шапалақ соғайын. Күндей апасын аймен күнге теңейді, көңілін ылғи тауып қой, қасқабағында бағып қой. Қыздар күндей апана арнайы сәлем салып қой. Оу, романдайын атан бар, өзінің өнегөсімен талайға ғибрат қалдырған. Ақ батасын бергенде жастардың бағын жандырған. Пейілі оның ақ дейді, чадырадай жеңгеміз жақсыларға тек жақ дейді. Ей, иіліп сәлем салғайсың, ақ батасын берсегер, ол саған келген бақ дейді. Мен де айттым өлеңді қозғайын деп тереңді, осындай апаларыңа арнай берген келем сәлемді нағашылар қайда екен, ардың жүгін көтерген, нағашылар ендеше бір айқайлап қойыңдар, жиенім екеу болды деп $100 әкелген. Жаңылысқандай апам бар, пейілі әрдайым тарылмайды. Апамыз әрқашанда лапылдайды. Жаңылысқандай апаңа қос сәлем сал, тура жолдан әрдайым жаңылмайды. Жақсы сөзді құптайтын, жаман сөзді оқпайтын, салт дәстүрді сақтайтын. Ей, жаңылысқан апам келгенде, жағалбайлар қайда екен, неге бір шапалақ соқпайтын. Оу, серіктейім көкем бар, жақсылар менен жүреді, жақсылар менен күледі. Мен динамыз, айналайын Керімжан, сәлемді енді саламыз. Қасым Жомарт қайда екен, қасиетіңнен айналдыр. Қанайым барма қанайым, жүзіңді көріп танайын. Нұргүлім барма нұргүлім, шыға берсін қыргүлім. Жақсылыққа себепкер болып тұрған, әрдайым жақсылыққа бағыт тұрған. Ойбырмай мен әпкеме риза болдым, арнайы батыс өңірінен келіп тұрған. Биікке қолын созды ғой, айналайын Керімжан, батыстан келген әпкеге арнайы сәлем салып қой, көріндігі біраздардан озды ғой. Одан дәрмен жырласақ, Құрман күлменен Райханым, Тәжібек менен Сәкенім, Гауһар менен Бақберген. Айналайын Керімжан, сәлемің қайда сәлемің, жарқыратып жіберші нағашылардың атқан әлемін. Ол сөзімізге сенді ғой, ерландай өлең өрді ғой. Өй, серіктейін көкеме бір шапалақ ұраған жүзіміз бар, моншақтай бұл тағылатын жырымыз бар. Ержандай ағама да кезек келді, ерекеңді айтқанда шапалақтап отырыңыздар. Атқа той берген ержандайым ағама бір шапалақ қағыңдар. Айналайын Керімжан, ержандайым ағам бар. Табақ ұстап келгенге кір-кірдетіп май берген, жанам деген жүрекке лапылдатып от берген. Ержандайым ағаңа құдайым үйіп бақ берген. Саулық бір дейтін ботама, саулық бір дейтін ботама, осы сәлемгенің ел мінезді ержандайым ағаңа. Көңіліміз әрдайым көл болсыншы, Нұрсұлтанның шыққан жері шың болсыншы. Ерекеңді көріндікті көлдетті қой, қонағының алатын орны түр болсыншы. Екінші мәрте Қоржынға өтіп кетті, ауағайын шаңырағында тек қана той болсыншы. Көңілім өзіңізге толады ғой, шабытқа бұл ерекең шабыт қосады ғой. Екінші мәрте Қоржынға сала салды, екіншісін ақынға бере салса болады ғой. Айналайын Керімжан, ақындардың тіліне чыр құйылсын, ерекеңнің жүрегіне нұр құйылсын.
Şabıt silap bizge de salып жатыр, бергеніңіз ереке шын бұйырсын. Ержан ағамның қолы қатты дегендердің аузынан бүгіннен бастап құм құйылсын ай. Айнұрдайын анаң бар, ай оғынан туып тұр. Өй, шаңыраққа келін алыбай, мойынды жақсылыққа бұрып тұр. Айнұрдайын анаң бар, ағашқа сіздер шабала баратын егіздеріңіз енді келіп әркім өзіне отыр ғой. Ей, айнұрдайын анаң бар, түсінеді шамаңда, көтеріледі ағаңда, осы кісіге бере сал, бірінші тапқан балаңда, енеңізге қос сәлем, қуанышы кәне анаңды. Кеудесін намыс кернеген, айналайын келінжан, айнұрдайын анаңа сәлемің қайда сәлемің. Çakıradım жіберші, ұйықтамай атқан әлемді ай. Қазақтың салт дәстүрін сақтады ғой, жақсылады жеңешем жақтады ғой. Ойпырмай Ержан ағама ризамын, ақындарын тұлпаратша баттады ғой. Айнұр жеңгем қайта келіп жатыр, бірақ та ақынға да соқпады ғой ай. Айқайласа тауышымыз қырасады, жақсылармен жеңешем санасады. Малдаларың шашылуы демеймеді, бүгін аға жеңгем қалай шашылса да жарасады. Жұлдыздай боп жеңеше чамдайсыз ба, қараңғұсша ереке самғайсыз ба. Ағайын екеуі де ақынға шабыт сыйлағанда осындайда бір шапалақ соқпайсыз ба. Ей, аға жеңгеме ел алдында бір сұрақ қояйыншы, аға жеңге әр ісіңді талқайсыз ба? Бір шаңырақтан 20 мың қалдаға кетіп қалды, қайтар кезі расчеттан алып қалмайсыз ба бай? Рахмет, бір қол соғып қойыңыздар ағайлар. Енді қымбатты ағай, мына беташардың өзі қызық өтуі осыған да байланысты ғой. Мына үнсіз өткен беташаларды көргенбіз, десек те біз сұрамаймыз. Осындай бір әдемі көңілді көтере келген қонақтарға бір әдемі әсер сыйлайық деген ниетпен жасап жатырмыз. Сондықтан да осы әдемі сәттен әдемі өткен ерекеңменен ардақты Айнұр жеңгеме бір қол соғып құрмет көрсетіп қойыңыздар ағайындар. Қойыңыздар. Енді бүгін өткені қалай шашылса да жарасады, жан басына жан қосып отыр. Дұрыс па, дұрыс емес пе, бір қол соғып қойыңыздар өстелікті. Көңілден сөз дейді. Ей, құдалар келе жатқанда жағалбайлар қайда екен, жақсылап бір шапалақ соғамыз ай. Ағайын шырылай тұрдың оң кезім келді, осындай жақсыларды көзім көрді. Алды шабытпенен айныр шырғайын, әкемен әкеден жезденерді. Оң бастайықшы, күлләрмен күлмәрияда сәлем салайықшы. Мұхтармен зәуремменен оң алтын бекет, ағайын әсем әуен арнайықшы. Өй, тәжібектей нағашы осында жүр. Осы тойлады әдемі сәттерді түсіретін. Айналайын келінжан, тәжекеңе ендеше арнайы сәлем салып қой. Жақыннанды жаратын жиендер бар осында, бөлілер бар осында. Келінжан енді танып қой. Досан жанар асаным, Ерлан мен Рита, Ерлан Ритамыз, Гита Ритамыз. Ханшайым менен Бауыржан, Болат пен Айшаға келінжан арнайы сәлем саламыз. Ей, бірге еңбек ететін, жеңістерге жететін. Ей, коллектив қайда, коллектив бір айғайлап қойыңдар. Гүлнұр менен Жәледе, Кәмшат Балжан Раушаным, Зәмзагүл Азар Гүлнарым, Бибігүл менен Гүлсағира, және дегенсін Сағира, Гүлайша менен Күнсұлу, Гүлсағира Замира, Димаш менен Түлігін, әр күндерін бүгінде қуанышқа бөлігін. Аян ағай осында тек жақсылыққа кенелген. Оу, ата-анаңның достары, қазаны болса қайнатқан, дастарханын чайнатқан, келіп отыр біздермен табладың бірлік байрақтан. Мақсатым қайда мақсатым, шыға берсінші жақсатым, орындалсын деп тілейіп Гүлмирадай жеңген бар алға қойған мақсатым. Болат менен Гүлмира, бақыт менен Гүлмира,
Ержан менен және де ортаға келеді Альмира. Әлімхан менен ер болсын. Гүлмира, Айгүл, Серік, Розаның үйлерінде де той болсын. Жәнгелді менен Асылхан. Ей, бір шапалақ бұрындар жүрген жерлері той болсын. Қайнаға менен абысын, ағалардың табысын. Тойлағана шашадын, жаңа түскен келіндер абысындардан үлгі аладын. Ойнамай қыда. Достары мықты екен. Шетінен 10 мың теңгеден салып жатқан осы Ерекеңнің достарына бір қол соғып қойыңыздар ағайын. Екі Гүлмира болған соң бұл тойда 2 мәрте шығарамыз. Екі Гүлмира осында келген кезде тағы да бір сәлеммен салғызамыз. Айқайласақ дауысымыз қырасады. Екі Гүлмира негізі 2 рет шықса дағы жарасады. Бұдан кейін Нұрсұлтан үйленбейді, сондықтан ағайын бір шапалақ ұрсам не қылады. Көңіліміз жақсыларға толып жатыр, әуеніміз ағын судай ағып жатыр. Екі Гүлмираға 2 қолды соғайықшы, 2 Гүлмира 5 мың теңгеден қарыз алып жатыр. Садық пен Жанат Ерланым, Гүлмира Болат Жадыра. Тағы да бұл кісінің есімі кім? Гүлмира ма? Жаңа 2-3 Гүлмира. Жақсы жырды жалғайды, жақсы істен танбайды. Ойпырмай мына жеңгеме бір шапалақ ұрыңдар, Гүлмиралар жалғы жаман болмайды. Ерлан мен Гүлнар Болатым, Қуаныш менен Мадина, Балжан менен Айдана, Нұрғали менен Айгерім чарғыра тұрған айнедім. Рахымжан менен Перизатқа арнайы сәлем сал келем. Ынтымағы чарасқан, берекесі тасыған. Көршілер қайда көршілер? Нұрпейіс менен Гүлямыз. Ей, Нұрпейіс пен Гүля келгенде сәлемдегенін саламыз. Жақсылықты құптайтын, жеңгей деп сенің еш қасынан шықпайтын. Қайныларың бар осында, қайынсіңлерің қасында. Айжан менен және де Иманғалида Келінжан. Қайынсіңлеге қос сәлем. Өз үніңдей көргейсің, өз сіңліңдей көргейсің. Айналайын Келінжан, қайның мен қайынсіңлеге арнайы сәлем бергейсің. Нұрсұлтанның достары, аурары салмақта, қорғасынға не жетсін. Сапар Мұрат қайда екен, Чегортаға келсе, еше жақсы екеніңе көз жетсін. Әділбек қайда, Әділбек, әділдікті ту еткен. Сапар Мұрат пен Келінжан, Әділбекте қос сәлем. Айналайын Келінжан, жақсыларды алыстан танып қойшы. Шықты ма ұшты? Шықты ма жақсы? Тәжекең жаңа өзі көріндігін салған өз көзімен көрдім негізі Тәжекең. Айтылды, бағана айтылды. Бұл кісінің еңбегі орасан соры Ереке. Өйткені мұнан қараңыздар, мынамен түсіріп, ертең ютубқа шығасыздар бағыттарыңыз. Бір қол соғып, құрмет көрсетіп қойыңыздар, молодец Ереке, Тәжекең. Назар салып отырсыздар біздерге, тең қойдыңдар баба салған іздерге. Осы тойға келіп отқан ағайын, қыз ұзаты келін алшы сіздерде. Жақсыларды жүрегімнен танып қой, Келінжан ал қас-қабағын қонақтардың бағып қой. Аға талмай қалып келген қонаққа, тағы келін қос сәлемді салып қой. Сәлем салды келініміз бүгінгі, ағайындар бір шапалағы қағып қой. Рахмет. Браво деп атқан қайсықсай. Екі ағамды бірдей ортаға шақырайық, бөліп жармайық, тең көрейік, қымбатты ағайын. Әдемі музыканың аясында ортаға келсін Әреке. Рахмет. Ой, қырмай. Апам қайдан сіздер үйлеп жатсыз, Рахмет, той көріңіз. Апа, енді мұна келін ортақ қой енді. Сондықтан екеуіңізбен арнайы шақырдым. Екеуіңізден біреуіңіз бетін ашсын, қыздар апам, сіз маңдайынан сүйіңіз деп жатырмын. Қалай қарайсыз, бола ма? Ой, айналайын, болды.
Болды ата, ертең дау шығып кетпесін деп жатырмын да. Рахмет. Ой, апам. Сіздің жолдарыңыз берсін. Айналайын, міне осы қос әжейдің алғысын алып, күннің тағайын. Адам бол, Нұрсұлтанды өмір бақи сыйла. Айналайын жаным. Ой, апа. Иә. Баланың аты Қасым Жомарт. 2 ай болып тойға дайындалғанға мен немеремін. Енді соның тойы болады. Кімдің Нұрсұлтан туған нағашысы. Қаншадан жасы? 20-ға толмаған сияқты ғой толдың ба? Молодец. Үйленсін құдай қаласа, үйленсін. Иә. Нұрсұлтанда бірдеңе бүлдіріп қойған бала ұқсап жүр ғой мәрді. Келінді әкелі бабына қайсынан жүрсің, кел келіннің қасына. Бұна 2 келінге рахмет ай. 2 сәлем десең 4-ден қайтып жатыр ғой 2 жағда. Айнұр жеңше. Болды, айналайын. Айнұр жеңше бәрін қамтып жүреді екен ғой. Мынау саған орамал. Сен де бір басың еке болсын. Айнұр жеңше. Апа, мен енді осы оқтауды Айнұр жеңгем өзі берсін деп жатырмын да. Өйткені бұл эстафета ғой, кезінде сіз бердіңіз ғой. Енді өз келініне өзі берсін. Әркім өз келініне жауап берсін. Ал кеттік жеңше. Шыны қойыңыз кереге, қолдап қойыңыздар достар. Айнұр жеңше, қазақ айтар, балаң қандай болса болсын, алғаның адал болсын деген. Адал келінің бірі, осы әулеттің гүлі болсын, біздің мөлдір деп тілейміз ағайын. Аумин деп қойыңыз. Нұрлан мүгін қайда? Аумин, көпе. Аумин. Ал айналайын кел, мына Жағалбайлы еліне басқан қадамың құтты болсын. Нұрсұлтан баламыз екеуің өсіп, өніп, сендер де үлкен апа, әже бол. Әр уақытта бақытты өмір сүріңдер айын. Аумин. Қыр қолда бата жүрмейді деген сөз бар, көпе. Сондықтан мен енді өзіңізге арнайы ұсынайын. Өзі қол саласын, ілінет сол шығады көпе. Нұрсұлтанға ұсынайын деп отырмын, Жаңылысқан апа, Сырпы апа. Нұрсұлтанға ұсынамын, өйткені алғашқы екеу болғандағы бүгінгі табысы ғой бірінші қоржынды кімге беретінін арғай өзің білесің, бірақ мен саған беремін. Рахма? Ал, ағайын, ортаға биге шақырайық баршаңызды, билеңіздер, өтсеңіздер. Құрметті достар, көрермен, біздің беташарымыз өз тамамына жетті. Аман есен өткізіп алдық. Береке құтты болсын. Аман есен беташарымыз өтті. Лайк баса отырыңыздар, лайк. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ақыл сіздікі болғандықтан мөлдір сізге Нұрсұлтан беруге тиісті болған махырды осы жердегі куәлардың алдында айтыңызшы кәнекей көрейік. Не қалайсыз махырға? Құны 3 грамм алтынның құнынан төмен болмасын дедік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Я хабибаллах, салату вассаламу алейка, я набияллах. محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бүкіл ғаламның Раббысы, құдіреті шексіз, мұңсызда мұқтажсыз, ешқандай серігі жоқ, жаратқан жалғыз